мұншалықты әдемі болады деп ойламаппын. Мына пистолет. Достар, жылан жатыр. Точно бізге шабуыл жасайды қазір. Қорқынышты және өте қауіпті. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нур-KZ, мен қасымда Микош-KZ достар. Достар, бүгін мен сіздерге керемет контент түсірмекшім. Ол қандай видео? Тауға шығатын боламыз. Ар жақтағы тау өте биік тау. Сол жаққа шығатын боламыз достар. Мен өмірімде шығып көретін сол тауға. Тауға реакцияны көретін боласыздар. Ар жағын көретін боламыз достар. Ол тауға шығу өте қиын болады. Шөлесек осы башеткіге заттарды салып алдық, жейтін заттар бәрін салып алдық. Және бұл тауға Нур-KZ екеуміз-ақ шығатын боламыз. Екеуміз-ақ шығатын боламыз. Негізі екі адам шыққан негізі қауіпті негізі. Сонда да шығайын деп жатырмыз. Достар, сіздерге көлді көрсетейін. Біздің ауылдың Көлтаған деген атаулының себебі осы да. Мә, қаңсы тұнық. Осыдан бір жыл бұрын бояқтың бәрі не етін? Қамыс, лай сондайтын. Қазір қараңыздар. Ал қазір тоқ сондай керемет. Тап-таза. Мә, шомыл балға болады ол. Мен достар, сіздерге мына жақты көрсетейін. Мына жақ құрбақалардың бір нәрселері толып кеткен. Көл, мә, не деген үлкен аязды. Оның арғы шетін жаңа көрсеткен болатыныз. Арғы шетін көрсеткен болатыныз. Егерде осы көл ұнаса, лайктарыңыз басып кетіңіздер. Өте керемет, бағалап кетіңіздер бізді көлді. Көлтаған деп атаулының себебі осы да. Көл ғой. Ал енді кеттік, тауға шығайық. Мен уже етек жағына қарай келдік. Мына қызалақтар уже өсіп тұр. Тау дерс болып кетір. Достар, мен басында да жетіп қалдық. Қаншама жол жүрдік. Полялардың бәрі әдемі көрінеді екен. Осы кішкентай қалдық, қазір көзге кішкентай болып көрініп тұр. Бірақ жүргенге өте қиын. Ар жағын көрініп тұр негізі, ар жағында. Ар жағында Шымкент жақтың ауылдары көрінеді дейді. Сол жаққа бара алсақ барып көретін боламыз. Күн деген 29 градус ыстық болатын болып отыр. Осыны бағалап кетесіздер деген ойдамын. Мен достар, кішкентай қалды. Ақыр шығатын болдық. Міне ең басы. Мә, мұншалықты әдемі болады деп ойламаппын. Мә, қараңыздарсын, неге деген мынау. Таулар, қарлар бар. Өлер шаршап жатыр. Берған төмен жақта келатыр. Микош-KZ. Осы жақты менше бірінші рет көріп тұрмын. Мә, мына жақтар керемет екен ғой. Достар, шықтым, ақыры шықтым. Енді міне осы машина тастың үстіне шығатын боламыз. Лайк пен подпискамен қолдап кетіңіздер достар. Сол кезде шығатын боламыз. Давайте. Достар, мына жақта сықырған кезде жаңғыр естеді. Осы телефонға естіле ма жоқ па білмеймін. Көресіз бе? Кәдімгідей естіліп жатыр достар. Мен жаңа шыққан тауымыз. Мына жаққа шығатын боламыз достар. Өте қиын. Достар, мына жақта қызғалдақтар бар екен. Біраз бар міне. Міне. До конца шығатын боламыз сіздер үшін. Давайте. Базар жоқ. Осы жақта достар қасқырлар да болуы мүмкін негізі. Бірақ өте қауіпті достар. Достар, кішкене қалды. Достар, міне бірінші биік жеріне де шықтық. Міне ар жақта қар. Мына жақта тастар көп екен. Міне. Мына жақтың бәрі тау. Ар жақ бұлтанып кеткен таулар не үшін екен білмеймін. Ары қарай шығатын боламыз до конца. Міне сіздерге кішкентай болып көрініп тұрған шығар. Кем дегенде 20 минуттай шығамыз. Еңбегімізді бағалап лайк басып кетіңіздер. Ана жерде қар біртілі екен, бөлініп қалған. Мына пистолет, мына жақ ататын жақ. Мына жақ магазин, оқыс соғатын жақ. Мынау атат. Бітеп барады, мына ауылға барады. Мына атат. Бітеп барады, ана жақтағы ауылға барады. Деп қуып кетсене. Достар, мен кішкене қалды. Мен қараңыз өте қиғаш. Мақсатымызға жетеміз достар, кішкене қалды шығуға. Ана төменден, ана ауылдан бастап бері қарай жаяу кетеміз. Еңбегімізді бағалап кетіңіздер достар. Күнде ыстық шыжып тұр. Жақта кішкене шырша бар екен нәрде. Осы жерде кішкене демалып қояйық. Әйтпесе шаршап кетесің достар. Нәр жап-жасыл. Наяқтың бәрі тас. Қой, тұрақ. Көп ұлтау керек. Нәерде қораған ағаштарсыңызшы. Бір түрлі екен, тауын басындағы қораған ағаштар осындай болып өседі. Бұтшыт негізін ағаш па? Әлде шырша ма, сонда бір нәрсе болу керек. Бір түрлі өтеді екен.
судың жоғына байланысты деймін. Осылай өседі. Әлі бізді көрмеген әлі талай қызықтар бар жоқ жақта. Мә, достар, мына қараңыздар. Мә, бұндай деп ойламаппын. Достар, мына аяқтың бәрінде тастарды қараңыздар. Мұндай деп ойламаппын, мүлдем. Мә, мына қараңыздар. Йо-май. Ар жақта қарасаңыздар, мә. Йо-май. Тура айтқанымдай өте қорқынышты және өте қауіпті. Достар, міне осының ар жағында Шымкент көрінеді деген етін. Бірақ Шымкент емес, Шымкенттің жан жақтары көрініп тұр. Сіздерге көріне ме білмеймін. Мә, походу көрінбейді, аяқта жол тұр. Мен тура мына жерде тұр ғой. Мен осы жерлерде кішкентай болып тұр. Дұрыстап қараңыздар. Мына жерде қараңыздар. Йо-май. Дәу тұр. Сосын ар жақта жылқылар жүр. Ана жылқылар қаяқтан деймін да. Достар, еще аяқта Алатау көрініп тұр ғой. Мә, бұл тек қана Бауыржан Момышұлы ауылынан көрінетін. Мына жақтан біз жақтан да көрініп тұр, қараңыздар. Мына жақ деріске болып тұр. Мә, отырмыз кішкене дем алып. Мә, достар, мына жерде бүркіт ұшып жүр. Жақында ұшқан кезде түсіре ме қалдым. Қазір көрінбей жатыр. Достар, мына қараңыздар, бүркіт. Мә, не деген дәу мынау. Әбе бізге шабуыл жасамасын. Тура біздің үстімізден ұшып жүр ғой еще. Йо. Примерно 2 метр болып қалады. Ана точно бізге шабуыл жасайды қазір. Кішкене тұрады бізден походу, иә? Мә, қараңыздаршы, үлкен. Біздің Қазақстанда бұндай, біздің ауылда бұндай бүркіттердің болғанда қатты қуаныштымын. Атасын тұрсын қарасаңыздаршы, мә. Төбемізде бүркіт шыққанда шок болдым кәдімгідей, достар, шок жаман. Өте үлкен, 2 метр ғой почти. Осы жақта еліктер жүру мүмкін. Соларды қазір көрсек, міндетті түрде видео түсіп сіздерге көрсететін боламын. Өз-өзіме мүлде еліктерді көрмеппін. Мә, көргім келіп тұр кәдімгідей. Мына тауға шығайын деп жатырмыз. Еще мына жақта бір жол бар екен, мына жақта. Мына жақта үнемі осы жолмен жүрген ғой. Арқарлар, еліктер жүрген ғой осы жаққа. Мына жерде жылан жатыр, қараңыздар. Достар, мына жылан жатыр. Кәдімгі мына. Точно бүгін жылан көрем ба деп тұрған едім. Жылан көрдім. Бісмілда деп жүрейік енді, достар. Қорқынышты нәрде. Давай кеттік, арғай жүре берейік. Мына жарды қарасаңыздаршы. Йо-май, мына телефонды созуға қорқып тұрмын даже. Мынаның астыда жарайшын. Бастан құлап қалатын сияқты. Мына тастың бәрі бірталай жыл болған, бірталай ғасыр болған, қазір сынып қалған сияқты бәрі. Қорқынышты достар, және қауіпті. Мына жерде кішкентай тесік бар екен, үңгір сияқты. Мына ағаштар, тастар, бәрі неғып бие соған деп аталады. Айтар кезде сояқпен түсіп, біраз су ішу керек, әйтпесе шөлдеп кетеді екенсің, жаман шөлдеп екенсің. Күн еще ыстық 29 градус, оңай емес. Достар, мына қандай шөп? Мін достар, мына қандай шөп? Қандай өсімдік мынау? Скриншотқа түсіріп, дұрыстап көріп алыңыздар. Егерде кім білсе, соны комментария жазып беріңіздер. Мен білмеді екенмін соны. Міне. Қандай мынау вообще? Ой, қатты екен, ұстағанға да қатты бүтілі деген жігіт. Айбай, әнеді отын деген жаға тұр ғой. Мына шыршаны қарасаңыздар. Жабайланып кеткен, жартысы шіріп кеткен. Айбай, шырша. Жабай болып кеткен. Суақ болған соң осындай болып кеткен ғой. Уже жеттік, ар жағына шықтық. Ары қарай кеттік. Ар жағында да көретін боламыз. Қарға жеттік ау. Қолы сықтап кетеді. Қардай мә. Давай. Достар, жаңа мына жерден кетсек, мына тасты қараңыздар, достар. Осы тасты көріп қалдық. Мә, не деген тасына қарсаңыздар, мына тесіктен қарсаңыздар. Динозаврлар өмір сүрген ғасырда осы динозаврлар қолмен ұстап, лақтырған, аяқпен мұжған сияқты ғой, қарсаңыздар. Тура тырнақтар сияқты ғой мынаны. Мына вообще тұяқ сияқты. Әлде бұл метеориттен құлаған тас па, ғарыштан құлаған? Ғарыштан құлаған метеорит па мынау? Метеорит. Ай, жарайды. Барлығына жіберіңіздер, достар, осы видеоны бәріне таратыңыздар. Жота Мерлан. Сонда су дегендер бәрін іштік. Шөлдеп кетесің әйтпесе. Уже бетінде қалды, кішкентай қалды. Міне. Әлі шығып баратымыз ар жаққа қарай. Біз негізі тым биікке шығып кеттік. Мына жақта онша ауада жоқ. Демалу қиындай бастады. Қарасаңыздаршы, атмосферадан шығып кеттік қой. База жоқ екен мына таста. Енді қайтатын боламыз. Енді қайтқан жақта түсірмей қойын. Енді
Қайтқан жақ түсірсе, мін сай қонайық. Қайтқан жақ түсіре алмайсың. Сайдан телефон қолдан түсіп кетуі мүмкін. Қайтқан жақ түсірмей қойын, сіздерге де қызық емес шығар ол. Ауылға жақындап қалған кезде түсірейін достар. Ауылға жақындаған кезде кездескенше. Түсіп қалған кезде осы жолымызда осы құмырсқан үйлеу тұр екен. Міне құмырсқалар өте көп. Осындай үлкен болып соққан үйлеуін. Ал біз ауылға қарай кеттік. Давайте. Міне ауылға да жетіп қалдық. Достар, бүгінгі видеоны аяқтайық. Бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Тауға шығып, осындай қызалақтар теріп алдық біраз. Мінекей достар. Үйге құр қайтпайық деп. Бірақ сондай тамаша болды достар. Сондай тамаша, сондай қиын болды достар. Достар, ана тауға шығу деген өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Онша көрінбей тұр. Мен тауын былай бардық та. Негізі жол бар етін. Бірақ біз сіздерге қызық болсын деп. Ешек. Азанда осы яқтан былай шықтық. Былай сосын былай шықтық, қайтадан былай бардық. Сосын қайтадан былай ары қарай шықтық, ары қарай. Бүйтіп найқайын бардық қой бәйтір. Біртала жер жұртсақ достар. Осы еңбегімізді бағалайсыздар деген ойдамын. Ұнатса лайк басып, каналға тіркеліңіздер міндетті түрде. Және комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Нұр-KZ және Микош KZ. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.